Öyle deydi de bir үлкен кісі шаруа кісі болса керек. Поляда қолында кекпені бар, келе жатыр. Сөйтіп қараса бір тал жанып жатыр екен дейді. Қисса бұл енді. Сонымен тал жанып жатса, талдың басында бір жылан өртенейін деп жатыр ғой енді. Басында жылан тұр екен. Сосын Құдайдың құдіретіменен жыланға тіл бітіп, адамға жалыныпты. Ей, адамның баласы, сенде бір мен сияқты Алланың жаратқан мақұлығысың ғой, жәрдем ет, мен өліп қалсын демесең дейді ғой. Сол кезде ана жаны ашып кетіп, қолында кекпенін созып жыланға. Жылан кекпенмен оратылып келіп, мойнына оратылады ғой адамның. Сөйтіп тұрған жылан, енді мен сені шағайынды кетейін дейді. Сен қызықсың ба дейді да. Мен сен қазір ғана ажалдан арашалап алып қалдым. Жақсылыққа қайтарған жақсылығың сонда ма? Сол ма? Сөзі жылан айтты, адам баласы, сен осынша жасқа білмедің ба? Жақсылыққа жақсылық қайтпайды ғой дейді. Қалай қайтпайды? Қайтпайды дейді. Анау қайтады дейді, мынау қайтпайды дейді. Екеуі бәстесіп қалады. Мен шағайынды кете берейін, жақсылыққа жақсылық қайтпайды дейді. Сен істеген жақсылығың жақсылық қайтады деп өсін қайтпайды. Онда анау айтады, өлгісі келмейді ғой. Тағы бір үш мақұлықтан сұрайық, маған мүмкін. Ал менікін құптаса, шақпайсың. Сонымен не керек? Жылан мойнында жолға шығады. Сөйтке бір үйдің артында дереу алма тал тұр екен. Ана тал енді қартайған тал болса керек та. Алмасы салып тұр екен. Азғантайған алмасы бар екен салып тұрған. Мына талдан сұрайық дейді ғой жылан. Талдан сұрайды. Ей, тал дейді, сен де бір мақұлықсың ғой, тіл қат. Мынау жақсылыққа жақсылық қайтады дейді. Мен қайтпайды деймін. Кімді көрді, сен айтшы, сенің ойың қандай бұған? Сол кезде тал тұрып айтқан екен дейді. Мен дейді, осы жерде қанша жыл жеміс бердім осы үйдің егесіне дейді. Жылда жемісімді жинап алып сатады, өздері жейді дейді. Енді мен қартайған шағымда дейді, бұлар биылғы жемісімді алып, өзімді кесіп, отын қып жақпақшы. Сонда жақсылыққа істеген жақсылық осы ма қайтқаны деп талшылап жетті. Жылан айтады, көрдің ба дейді, жақсылыққа жақсылық қайтпайды. Мен сен шағайынды кете берейін дейді. Жоқ, тоқта, тағы бір екі мақұлық бар ғой дейді. Сұрайық, келістік қой біз енді тағы бір екеуден сұрайық дейді. Сөйтіп тағы біраз жер жүріп келе жатсақ, тағы бір үйдің артында дәу өгіз байланып тұр екен. Ана бір семіз енді, ол да қары өгіз болса керек дейді, 5-6 жасаған. Сосын өгізден сұрайды ғой. Өгізге тіл бітіп айтты. Менің буыным қатқалы осы үйдің егінін жыртып келе жатырмын. Мойныма соқа жегім. Енді мен қартайған шағымда соқаға шамам келмей қалған кезде бұлар мені былшитып семіртіп жатыр. Семірген екен сойып жемекші деп өгіз де жылап жетті дейді ғой. Жақсылыққа қайтқан жақсылық осы ма дейді ғой. Енді бір жыл еркіне жүрсін деп жіберудің орнына бұлар мені сойып жемекші деп жылап жетті. Көрдің ба дейді жылан айтады. Жақсылыққа жақсылық қайтпайды. Мен сен шағайында кете берейін дейді. Жоқ, тоқта, тағы бір мақұлық қалды ғой, сұрайық дейді енді. Оны да тыңдайық, сосын шағасын кетесің. Тағы келесі алдынан қу түлкі шығыпты ғой. Қу түлкі. Сосын қу түлкіге айтады, осындай жағдай болды. Мен талда өртеніп жатыр едім. Мынау құтқарып қалды. Мен құтқарған мынау шағам деп жатыр дейді екеуі. Түлкі айтады, мен сенің сөздеріңе сеніп тұрған жоқпын дейді. Қалай тал жанып жатады? Сен қалай оны құтқарасың? Бір миға қонымсыз әңгіме айтып тұрсыңдар. Көрсетіңдерші, қалай болды ол баста? Неден басталды бұл дейді. Сен мына тал тұр, мына көрсет қалай екен дейді. Жылан тұрып айтады оны. Көрсетсек көрсетейік дейді былай. Кекпенін соз, мен қалай түскенімді көрсетейін дейді. Кекпенін соз, кекпенмен оратылып талға шыққан кезде түлкі айтады, адамның баласы, таста кекпенді, қаш. Таста, қаш. Ала кекпен тастайды да қашып кетеді. Жылан талдың төбесінде қалады. Түлкі анандай жерде тұр. Сосын адам баласы дейді, түлкі бергел, рахметімді айтайын десе, түлкі айтады дейді. Жөніңе кете адамның баласы. Кім білет та қасыңа барсам, теріңді сыпырып алып сатып жүресің дейді. Ой, паныма. Шынымен ғой, кім білет енді ол? Терісін сыпырып сатып жүресің. Одан да жөніңе кет деген екен түлкі. Енді бұл қиссадан шығатын қорытынды қандай? Жақсылыққа қайта ма, жақсылық қайтпай ма деген сұрақ келеді ғой.
қалай ойлайсыздар? Қайда ма қайтпай ма? Қайтпайтын, қайтады жақсылыққа жақсылық. Ол үшін адамның ниеті таза болу керек дейді. Шын көңілмен болу керек дейді жасалған нәрселер. Қазір қандай болып кетті? Пәленшелер той жасап жатыр екен, содан қаламыз ба біз? Біз де жасайық тойды. Тойдың мақсаты не? Көпшілікке жаңағындай жариялап, мысалға үйлендің ба жарияла деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Үйлендің ба жарияла, үйленгенді ел көрсін, бір малыңды сойып асыңды бер деген. Көпшілікке ас бергеннің ең сауаптың көбі көпшілік тамақтандыру, алаламай құлаламай шақыру, бай міскін демей шақыру. Сол сияқты анадан қақып кетпейін деп дастархан жайсаң, ол жақсылыққа жақсылық қайтпайды. Анадан қақып кетпейін деп істеу, мынау бүйтіп жатыр екен, біз қаламыз ба деп жұртпен жарысып, ниет осындай жаңағыдай басқа пиғылмен жасалған жақсылықтан жақсылық қайтпайды. Ал шын көңілмен жасалған жақсылықтан жақсылық қайтады дейді. Бұл қиссаның қорытындысы осында.